Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше болып пісетін осындай бір нанды бірге дайындайтын боламыз. Бұл нанның басқа нандардан ерекшелігі құрамына күріш қосылып жасалатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, нандарыңыз үлпілдек, керемет және ерекше дәм беретін болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен мен өзіме қажетті күрішімді тазалап жуып алдым. Енді оның үстінен суымызды құйып, газге қойып қайнататын боламыз. Яғни күрішіміз дайын болғанша қайнатамыз. Арада араластырып тұрыңыздар. Дайын болған күрішімізді ыдысымызға салып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң күрішіміз осылай жылыған соң табағымызға салып, оның үстінен жылы сүтімді құйдым. Сүт болмаса жылы су құйсаңыздар да болады. 1 шай қасық толтырмай тұз және де 3 шай қасықта қант салдым. Оның үстінен 1 шай қасықта аштықымды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Не осылай араластырдым. Енді оның үстінен ұнымызды салатын боламыз. Ең алдымен жартысını салып, араластырып алдым. Енді қалған жартысını салып, жақсылап араластырып аламыз. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған. 2 ас қасықта сұйық майымды құйып, қолыммен жақсылап осылай мыжып аламыз. Яғни қамырымызды илеп аламыз. Достар, қамырымыз жұмсақ, осылай қолға жабысатын болуы қажет. Енді 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң менің қамырым осылай көтерілді. Қараңыздар, өте жұмсақ. Енді тағы да майдың көмегімен қамырымызды табағымыздан аламыз. Мен осылай тақтайдың үстіне қойдым. Енді тағы да қолыммен осылай бірнеше рет илеп алатын боламын. Яғни қолымызбен басып илеп шығамыз. Осылай қамырымызды домалақ етіп жасаймыз. Мен листке пергамент қағазына төседім. Пергамент қағазы болмаса, жай майлап жіберсеңіздер жеткілікті. Енді жаңағы қамырымызды пергамент қағазымыздың үстінен осылай қойып алатын боламыз. Және де азғантай сәл ғана қолымызбен осылай жайып аламыз. Қатты жайып жібермеңіздер. Дайын болған қамырымызды бетіні жауып, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Осылай 15 минуттан соң мен оның үстінен күнжітімді сеудім. Және азғантай ұн сеуіп жіберетін боламыз. 170-160 градуста мен 45-50 минуттай пісіремін. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңыздың градусына қарай пісіріп алыңыздар. Достар, қараңыздар, қандай керемет, ерекше нан дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, төменге комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қараңыздар, аралары үлпілдеп, жұмсақ болып шықты. Менде қазір өте ыстық болып тұр. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.